Құрметті оқушылар, сіздермен бірге Адина Талғатқызы. Біз бүгін химия пәнінен бөлім бойынша жиынтық бақылаудың екіншісін талқылаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, және де достарыңызбенен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, бұл мен үшін өте маңызды. Сол себептен мен сіздерден қолдау күтемін. Жақсы, бірінші сұраққа өтсек. Кен ұғымына анықтама беріңіз. Кен жер қабығындағы бір минералдан немесе минералдар агрегатынан тұратын пайдалы қазбалардың ерекше жекеленген табиғи жиынтығы. Келесі сұрақ. Бізге минералдардың аттары берілген, және де ол минералдардың құрамындағы элементтер берілген. Біз осыны сәйкестендіру керекпіз. Енді бізде мыс, ол малахит. Малахиттің құрамында бізде мыс болады. Одан кейін бізде пирит пен кальциттің құрамында темір болады, және де бізде галиттің құрамында натрий болады, және де глиноземнің құрамында бізде алюминий болады екен. Келесі сұраққа өтсек, Қазақстанда көп көлемде өндіретін табиғи ресурсқа мысал келтіріп, оны өндіретін кен орындарын атаңыз дейді. Республикадағы ең ірі көмірлі алаптар олар орталық Қазақстанда орналасқан, Қарағанды, Екібастұз, Майкөбен. Ірі кен орындары Шұбаркөл, Борлы, Самара, сондай-ақ Теңіз, Қоржынкөл көмір алабы екен. Келесі сұраққа өтсек, металдарды кен орындарынан қазып алғанда қоршаған ортаға тигізетін әсерін сипаттаңыз. Атмосфераға ластағыш газдардың бөлінуі және де қоршаған ортаның зиянды қалдықтармен ластануына әкеп соқтырады екен. Осымен біздің бір жұмысымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Достар, бұл мен үшін өте маңызды. Сол себепте мен сіздерден қолдау күтемін. Және де, егер де 7-ші сыныптың тақырыптары бойынша сіздерге түсініксіз жерлері болса, төменде описанияда WhatsApp сілтеме тұр. Сол WhatsApp сілтемеге өтіп, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Немесе комментарияға өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазып өтсеңіздер болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Видеоны толық соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.